Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге кино бриф арнасы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз 2015 жылы шыққан Легенда киносын қысқа әрі түсінікті қылып айтып береміз. Сіздерден арнаға жазылып лайк басып болғаны, жақсылап жайғасып отырып алыңыз, ал біз бастаймыз. Крейс ағайындылары өте танымал. Рон бандалардың бастығы. Ол істейтін шаруасын істемей қоймайды. Реджи болса Ронға қарағанда сабырлы. Редж полицейлерге кофе ұсынып жатыр. Полицейлер бұл ісін мазақтау деп ойлап, оның кофесін қабыл алмады. Редж сабырлы түрде кетіп қалады. Ол Фрэнктің үйіне келеді. Есікті Фрэнктің әпкесі ашады. Тартымды жүзімен Реджидің көзінше конфет жеп тұрады. Шыдай алмай Реджи дәмін көруді шешті. Фрэнсиске бұл батылдығы өте қатты ұнады. Сөйлесіп жатқанда Редж оны ойланбастан кездесуге шақырады. Ал енді оның жұмысына келсек, Ронға 3 жыл түрмеге отырасын деп жатты. Себебі Рон адамдарды аяусыз ұрып соққан. Рон болса түрмеге емес, жындыханада отырамын деді. Себебі оның достар жындыханадан оңай шығарып алады. Келесі күні Фрэнсис кездесуге дайындалып жатыр. Редж оны жақсылап күтіп алып өзінің клубына кіргізеді. Адамдарын басқа жаққа жіберіп, өзі бір адамды ұрмай соқпай жақсылап система қойып берді. Солай Фрэнсиске келіп екеуі жақсы сөйлесіп, арты махаббат қоласады. Келесі күні Редж Фрэнсисті табиғат аясына алып келеді. Редж келместен бұрын онымен Рон сөйлесіп жатады. Редж өзінің шаруаларымен жүріп қалды. Рон болса Фрэнсиске жақын арада біз Лондонды жаулап аламыз деген мақсат айтады. Фрэнсис Реджбен көп жүре бастаған кезде оның теріс қылықтарын, адамдарды қинаған кездерін көреді. Келесі күні көлік Реджді соғып алады. Сосын бандалар олардың дүкеніне келеді. Рон болса ойланбастан атайын деп жатыр. Бандалар қайттан келеміз деп жатты. Барда Рон есінен ауыса бастады. Қысқасын айтқанда қаны басына шапты. Аяғы төбелеске ұласып кетеді. Соңында ағайындылар барлығын талдырады. Талдырғаны бұлай тұрсын өлтіріп те жатыр. Сосын олар өздеріне бақталас болған казиноны сатып алады. Лондонды жайлап өздеріне қарата бастады. Полицейлердің өздері оларға ештеңе айтылмады. Қасындағы бандалар болса Лас-Вегасты орнатып жатыр. Рон болса бандаларды басқарып жатыр. Оларға өзінің жолдарын айтуда. Сосын олар мықты бандалардың бастықтарын кездестіреді. Екі жақтында бандалары мықты. Сондықтан бір-біріне бағынбай жай ғана көңіл көтереміз деп шешті. Жұмыспен дегендей Редж кездесулерін өткізіп жатыр. Фрэнсисті казиноға алып келіп, онымен билеп жатыр. Бірақ жағдай күрделенді. Редж түрмеге түсетін болды. Фрэнсистің ағасымен кездесіп, оған жақсылап қара деп айтып жатады. Редждің уайымдайтындығы біріншіден қызы болса, екіншіден Рон менсіз бір нәрсе бүлдіріп қоймаса екен деп отырады. Реджді абақтыға алып келеді. Кірген сәтте оны аяусыз ұрып соғады. Полицейлер оны берілді деп ойлайды. Бірақ Редж күш жинап полицейді ұрып талдырады. Ронға ақша қатты қажет болып жатыр. Себебі Нигерияға бару үшін. Ол жерден балаларға үй саламы деген ойы бар екен. Бірақ спонсор болатын адамдар осы іс үшін бас тартып жатыр. Рон өзін бірінші рет сабырға келтірді. Әйтпесе өлтірем деп қорқытты. Фрэнсис Реджге келіп, сені шығарып аламын, ең бастысы көп ақша керек деп айтып жатты. Және ендігәрі осындай қылмыстық істерге бармашы. Заңды бұзбай тәртіпке келші деп өтініш айтады. Осы сәтте казинода көңіл көтеру болып жатыр. Осы кеште Рон келіп, өзінің жағымсыз істерін істеп, аузына келген айтуда. Осы кеште отырған адамдар оған ештеңе де істей алмайды. Рон ашуланса атып салуы да мүмкін. Редж түрмеден шығып, Фрэнсиске өзінің сезімдерін көрсетуде. Тіптен үстіне дейін барды. Сол жерден Фрэнсиске сөз салады. Фрэнсис қабылдады, бірақ заңмен жүреміз деді. Осыдан кейін ол өз бизнесін көріп кетуді шешеді. Адамдар мүлдем жоқ. Осының барлығын бүлдірген Рон екенін біліп, төбелес шығарады. Екеуі бір-біріне жұдырыққа батылы бармай шапалақпен ұрып жатыр. Соңында Редж ұтып шығады. Келесі күні Нигерия жайлы талқылап жатады. Банкир бәрібір де спонсор болуды қаламады. Осы барлық істерін полицейлер аңдып жүріпті. Тағы да Реджді түрмеге қамады. Редж тағы да ақталса, Фрэнсис оны кешіретін айтты. Компромат табылып, Редж бостандыққа шығады. Кешке адам жиналып, қайтадан көңіл көтерулер болып жатыр. Мына адамды ұстап алып, суретке де түсіп жатыр. Полицей ол суретін көріп, сенімсіз қарады. Күндері өткен соң Редж мен Фрэнсистің үйлену тойы өткелі жатыр. Ағасы Фрэнсисті алып келе жатқанда, анасы оларды тоқтатпақшы болды. Бұл үлкен қателік болады деп айтып жатты. Махаббаттың құрбаны болған Фрэнсис анасының сезін қыстырмады. Барлығы өлең айтқанда анасыған айтпай тұрды. Рон оған айт деп қолын сермеді. Осылай үйленгендеріне 2 апта өтеді. Редж бәрібір де заңды бұзып жүрді. Редждің отбасы Фрэнсис жайлы жаман ойлы болды. Фрэнсис көтере алмай дәрілерді күнделікті ішіп жүреді. Барда шулы мәселе болып жатыр. Рон өзінің адамдарының біреуін шынымен ұрып құлатады. Редж осы кезде қатты ашуланып кетеді. Ронға сен миссызсың, тек қана ұруды білесің, ақыл есің жоқ деп айтады. Рон да ашуланады. Бірнеше уақыттан кейін бай американдыққа барады. Ол Роннан құтылсай деп ескертеді. Осы жағдайлар Фрэнсиске қатты әсер етіп жатыр. Реджден бірде-бір махаббат көрмеді.
дәрілерді дозадан көп тұтынып жүрді. Келесі күні территорияларына басқа бандалар кіріп кетіпті. Оны бір мезетте орнына қояды. Рон бандалардың бастықтарын өлтіруді шешеді. Кіріп келіп Корнелио есімді бастықты бір оқпен өлтіреді. Редж бұл жағдайға таңырқап қалады және сол өлтірген адамдардың іздерін кетір деді. Ал Ронға бәрібір. Осы жағдай полицейлерге де жетеді. Ағайындыларға шара қолданбасақ болмайды деді. Фрэнсис Реджге келіп, Ронды ұстап бер, мен маңызды болсам деді. Бірақ Редж өзінің туған бауырын сатпады. Фрэнсиске бұл қылығы ұнамай өзінің үйіне кетіп қалады. Көп дозалы дәрілерді ішіп жатыр. Далада жаңбыр жауып жатыр. Көлігі судың астында қалды. Редж көмектесудің орнына боғауыз сөз айтып қояды. Кейінде оны аяусыз ұрып соғады. Келесі күні киімдерін жинап кетіп бара жатқанда, Рон жараларын көріп, Редж бұндайға қалай барды деп түсінбей тұрды. Бірнеше күннен кейін Редж Фрэнсиске келіп, үйге қайтуын өтінеді. Бірақ Фрэнсис барлығы бітті, махаббат енді жоқ деп айтады. Соңында Фрэнсис оған үй жалдайық деді. Редж түсінбей қалды. Фрэнсис осы қонақ үйде өлуді жоспарлаған. Солай өзін өлтіреді. Осыны көрген Редж депрессияға түседі. Соңында ол өлі Фрэнсиске жүзігін тағады. Рон болса адамдарды әлі де өлтіріп жүр. Лейси Пейнді өлтіріңдер деді. Ронның бандасы оны соңына дейін өлтіре алмады. Ол ауруханада жатып, өзінің отбасын ойлай бастады. Ағайындыларды қайтсем де түрмеге тығамын деген оймен. Рон әлі күнге дейін көңіл күйі көтеріңкі. Ештеңе болмағандай билеп жүр. Жаңа жыл жақындап қалды. Фрэнсисті ұмытып билеп келсеңші деді. Редж болса неге сен Лейсиді өлтірмекші болдың деді. Осы сәтте Реджге бір киллер келеді. Ол Фрэнсисті балағаттап жатады. Редж өзін басқара алмай аяусыз пышақтайды. Рон Редждің осындай әрекетін бірінші рет көрген соң таңырқап қалады. Редж өзі ерікті түрде абақтыға қамалады. Бәрін ұмытып өмірімнің соңына дейін абақтыда өткіземін деп шешті. Осылай кино аяқталады. Сіздердің сұраныстарыңызды көріп, боевик жанрындағы видеоларды көбейтетін боламыз. Сіздер де бізге қарама-қарсы байланыс беріп, қолдап отырсаңыздар болғаны. Арнаға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Және де лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған кино бриф арнасы келесі видеомызда көріскенше.